Батыс Қазақстан облысына арнайы келген үкімет басшысының орынбасары көктемгі тасқынның алдын алу мен оны болдырмау үшін қолға алынған жұмыстардың орындалу қарқынымен танысқан болатын. Облыста орын алған жағдай туралы вице-премьерге бірінші болып төтенше жағдай департаментінің бастығы баяндады. Снега много, да? Снега было очень много. Биыл қыста қар өте көп түсті. Мәселен, солтүстік аудандарда қардың мөлшері 3 есеге дейін көп түссе, оңтүстік аудандарда 1,5-2 есеге дейін ағылпа көптеп түсті. Қазіргі таңда облыс көлемінде қар шығару жұмыстары аяқтала келді. Тек Бәйтерек ауданына қарасты Мичури мен Асан ауылдарында және Тасқала ауылында қар шығару жұмыстары жалғасып жатыр. Қала әкімі биыл қыста 1 миллион куб қар шығарылғандығын айтып берді. 4 ай бойы облыс орталығындағы ағылпаны жинау үшін 250 техника жұмылдырылған. Қазіргі таңда шаһарымызда орналасқан 6 полигон толық. Сол себепті арнайы 7-ші қар шығаратын полигон өз жұмысын бастапты. На сегодняшний день вывезено более миллион кубов. Биыл қыста 1 миллион кубтан астам қар шығарылды. Қазіргі таңда 40 мың куб су сору жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қауіпті делінген 12 аймақта мұз кесу жұмыстары толығымен аяқталды. Жасыл түспен су басу қаупі бар аймақтар белгіленіп отыр. Олар Курини, ет комбинаты, ескі шаһар, ескі әуежай, солтүстік шығыс және Деркөл ауылы мен Балауыз аудандары. 35 аймақта қар толығымен шығарылды. Қазіргі таңда тек қар суын сору жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қала бойынша 28 қауіпсіз орын жабдықталған. Олар адамдарды қабылдауға дайын. Ақпан айынан бастап облыс көлеміндегі су айдындарында мұз кесу жұмыстары басталды. Төтеншеліктердің келтірген дерегіне сүйенсек, қазіргі таңда 215 мың куб болатын мұз арнайы техниканың көмегімен ойылған. Сала мамандары мұз кесу жұмыстары Казталов, Тасқала мен Бәйтерек аудандарында толығымен аяқталды дейді. Облыс бойынша Тасқала ауданында, Бәйтерек ауданында, Казталов ауданында, сонымен қатар мына Чаган өзенінің астында мына крутой повороттар болады ғой, резко бұрылатын жерлердің. Соның бәрі мына мұздың заторы болмас үшін, тоқтатпас үшін мұз деген осылай кесу жұмыстарын жасап жатырмыз. Бүгінге дейін 215 мың шаршы метр жасадық біздер. Облысқа қарасты бірқатар аудандарда әлі қар ерімеген. Сала мамандары Орал қаласындағы тоң 2 сантиметрді құрайды. Өткен жылы осы уақытта бұл көрсеткіш 126 сантиметр болғандығын айтады. Қазіргі таңда Тасқала ауданы бойынша қардың биіктігі 48 сантиметр болса, ал облыс орталығындағы ағылпаның биіктігі 33 сантиметрді құрап отыр. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК 1 телеарнасы.